Картоптың құрамындағы ақуыз да адам ағзасына пайдалы. Амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жаңа картоптың бойында 20 миллиграмм С дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке дауа болады. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына қолдау білдіріп кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Бұл жемістің адамға азық, ағзаға ем болатыны пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі ең дәмді көкөністердің бірі. Ол С, H, Е және В тобындағы дәрумендер калий, магний, кальций, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, йод, фосфор элементтеріне өте бай. Аяқ пен қол ісінген жағдайда картоптың қабығын аршып, үткіштен өткізесіз. Үгітілген картопты ісінген жерге жағып 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын түкті сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония, яғни қан қысымыңыз болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз керемет ем болады. Остеохондроз дертіне картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үткіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қыжылында, жүрек ауруында, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Күніне таңертең аш қарынға, түсте астан жарты сағат бұрын, түнде ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн дем аласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмал, холестерин мөлшерін азайтып, каллийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратын да қасиетке ие. Сондықтан да жүрегімен бүйрегі ауыратын жандар да тамақтану рационына картопты енгізіп қоюы керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары болады. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картопты жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоппен күйген теріні, шыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үткіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар жоғарғы тыныс алу жолдары қабығындағы қайнаған картоптың буымен емдеуге де болады. Ал көмей және жұтқыншақ қабынғанда шикі картоп көмегімен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын 1 немесе 2 стакан ішесіз. Шамамен 5 минуттан соң 1 стакан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Емді қолдану мерзімі 2 апта. 10 күн үзіліс жасап емді қайталау керек. Осындай тәсілмен емді 3-4 курс қайталаған дұрыс. Бұл ұйқы безі ауруларына ем болады. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. Ал ағзадағы шлактардан айырылу үшін шикі картоп шырынына сәбіз бен балдыркөк шырынын ішу керек. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыз.